Жақсы дос. Кірпі ауырып, төсек тартып жатыпты. Тышқан оны аяп кеткен екен, бірақ ол көмектесе алмапты. Бір күні тышқан көшеде серуендеп жүріп, ашық тұрған терезеден үлкен қорапты көріп қалады. Қораптың бір бөлігі шыныдан жасалған екен. Терезе жанында бір қыз тұрып, анасына: «Апа, мен теледидар көргім келеді», депті. Олар теледидарды қосып, теледидардан керемет бағдарламалар көрсетіліп жатыр еді. Үйге қайтып бара жатып, тышқанның басына тамаша идея келеді. Мен кірпіге теледидар жасап берем, депті. Ол достарынан көмек сұрады. Ал достары өте тырысып жұмыс жасады. Жұмыс барысында олар ән айтып, біз кірпіге теледидар жасаймыз. Олар өте үлкен теледидар жасап шығарды. Тышқан қосқышты бұрап қосты және барлығы оның қосылуын күтті, бірақ ештеңе көрсетпепті. «Не болды?» деп тышқан ағаш қорапқа кіріп, әр жерін қарап шығып, содан кейін достарының дауысын естіді. Қандай керемет! Тышқанды теледидардан көрсетіп жатыр. Содан соң барлығы қорапқа кіріп, түрлі көріністер қойып, біреуі ән айтты, біреуі биледі. Олар секіріп, дөңгеріліп, түрлі қызықты қимылдар жасады. Бұл өте көңілді болды. Тышқан достарымен бірге теледидарды кірпінің үйіне апарып, кірпіге былай деді: «Теледидарды қосшы, өтінемін». Кірпі қосқышты бұрап қосты. Тышқан теледидардың ішінен сөйледі: «Бұл жақсы дос арнасы. Және бірінші кезекте біздің досымыз кірпімен амандасайық». Содан кейін барлығы қорапқа кіріп, бірге ән айтты. «Жақсы достар, теледидарды өзіміз жасадық. Режиссер да, актер да өзіміз. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бәрін өзіміз жасадық». Кірпі қатты қуанды. Төсегінен тез тұрып, қорапқа кірді де, ол да актер болып достарымен бірге теледидарда ойнады.